Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге дикцияға арналған ең оңай жаттығу түрін көрсететін боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер дикцияларыңызды тез арада дамытқыларыңыз келсе, және дикцияға арналған жаттығу түрлерімен танысып, өзіңіздің сөйлеу мәнеріңізді жақсартқыңыз келсе, онда менің әдемі дауыс курсыма қатысуға кеңес беремін. Ал курсқа қатысу үшін және толық мәліметтерді білу үшін менің инстаграм парақшама өтіңіздер. Жалпы әдемі дауысты біз қалай ажырата аламыз? Әдемі дауыс ол біріншіден барлығына түсінікті болуы қажет. Ал екіншіден, сізді тыңдаған кезде басқа адамдарда сіздің даусыңызға деген қызығушылық пайда болуы керек. Мысалға, біз журналистердің, директорлардың дауысын естіген кезде, біз олардың дауысын естіп, яғни құлағымыз елең ете қалады да, біз сол жаққа қарай бұрылып, оны басынан соңына дейін тыңдауға тырысамыз. Яғни дауысы бізге қатты ұнағандықтан, оның дауысына қызығушылық танытып, одан кейін оның мысалға жеке өмірмен немесе жеке инстаграм парақшасымен танысып жатамыз. Сол үшін де кез келген адамға сіздің дауысыңыз өте әдемі әсер беруі керек. Сол үшін де сіз өзіңіздің дикцияңызды дамытуыңыз қажет болады. Кез келген мамандық иесі егерде әдемі сөйлейтін болса, дауысы анық болса, онда ол басқаларға қарағанда екі есе табысты жақсы таба алады. Осы кезекте достар, біз сіздермен дикцияға арналған ең оңай жаттығу түрімен танысамыз. Ол үшін бізге шар қажет болады. Өкінішке орай мен 1-2 данада табылатын, яғни сатылатын шарды тапқан жоқпын. Сол үшін де сіздерге жай ғана осылай суретпен шардың суретін көрсетемін. Егер де сіздерде мүмкіндік болса, 1-2 шарды алып жасап көрсеңіздер болады. Бұл жаттығудың ең алдымен пайдасын айтып өтетін болсақ, егер де сіздердің тыныс алу жүйелеріңізде кемшіліктері болса, немесе бронхит, пневмония, тағы да басқа тыныс алу жүйелеріндегі ауруларды емдеу кезінде, немесе жүрек пен кемшіліктеріңіз болып, түрлі оталарды бастан өткергеннен кейін де осындай жаттығуды жасауға дәрігерлер де кеңес береді екен. Бұл мысалға жаттығу кезінде жоғарғы қабырға аралық бұлшықеттер, төменгі қабырға аралық бұлшықеттерді көтеріп, өкпенің көлемін, яғни өкпедегі ауаның көлемін ұлғайтады. Осы арқылы сіздің терең тыныс алуыңызға көмектесетін болады. Достар, бұл жаттығу өте қарапайым. Жай ғана сіздер шарды үрлейтін боласыздар. Алдымен жұқа шарды, ал одан кейін уақыт өте келе қалың шарды үрлеп тастайсыздар. Және де бұл ретте сіздер сол үрлеу арқылы өздеріңіздің өкпелеріңізге, диафрагмаға жиналған ауаны сыртқа шығара аласыздар. Достар, сарапшылардың пікірінше, сіздер өздеріңізді жаман сезінбес үшін тамақтанудан 1 сағат алдын шарларды үрлеуге кеңес береді екен. Яғни сіздер тамақтанар алдын 1 сағат уақыт болады ғой сізде, сол аралықта бұл жаттығуды жасауыңыз қажет. Тамаққа тойып алып, бұл жаттығуды жасауға болмайды, өйткені сіздер тамаққа тойып алған екен, бұл жаттығуды жасай алмайсыздар. Өздеріңізді жаман сезінулеріңіз мүмкін, және денсаулығыңызға да кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін де тамақтанудан алдын жасайсыздар. Ең алдымен бірінші кезекте бөлмені желдетіп алуыңыз керек. Біріншіден бөлмені желдетіп аласыздар, таза ауа кіргізіп, яғни қыс мезгілдерінде енді терезені көп уақытқа аша алмайсыздар, дегенмен де терезені 5-10 минутқа ашып, яғни өзіңіздің бөлмеңізді желдетіп, таза ауамен тазартып аласыздар, ал одан кейін барып бұл жаттығуды жасауға кірісуіңізге болады. Және достар, видео соңында сіздерге айта кетейін, егер де сіздерді қандай тақырыптар қызықтырады, сол тақырыптарды осы видео астына комментарийға қалдырсаңыздар болады. Мен алдағы уақытта сіздерге сол тақырыптар бойынша видео түсіремін, және де өздеріңізді дамытуға байланысты да видеолар болады менің каналымда. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.